Бәйдібек би деген кім? Бұл Нұрбол Қалдыбек. Кеттік. Шымкенттің кіреберісінде қалаға келе жатқан қонақтарымызды қарсы алатын алғашқы достопримечательность ол Бәйдібек би мүсіні. Бәйдібек би толық аты Бәйдібек Қарашаұлы. Қай жылы дүниеге келіп, қай жылы қайтыс болғаны жайлы мәліметтер әртүрлі болып келеді. Кейбір деректерде 6-7 ғасырларда өмір сүрген делінсе, тағы басқа бір деректерде 11-12 ғасырда өмір сүрген дейді. Бәйдібек би Албан, Суан, Дулат, Шапрашты, Ысты, Ошақты атты рулардың түп атасы болып келеді. Өз заманында еркіндік сүйер көшпенділер халқын біріктіріп, жауларға төтеп берген. Бәйдібек үш некелі болыпты. Бірінші әйелі Сары бәйбішеден Байтоқты есімді бала туып, одан Түргеш Сарыйсын өрбіген. Екінші әйелі Зеріптен Жаламбет туады, одан Шапрашты, Ошақты, Ысты өрбіген. Үшінші әйелі есімі Исі қазаққа мәшһүр әулие Домалағана. Бұл кісінің нағыз есімі Нұрила. Домалағанадан Тілеуберді туады.